Қыздар, қайырлы кеш. Баршаңызға сәлем. Бізде қазір кешкі уақыт. Мен алдыңғы влогымда қонақ күтем дегенмін. Сол қонағымызды бүгін түскіге күтіп, түстен кейін қайтты. Ыдыстарды жуып, мынау фруктовницаларды әлі босатқан жоқпын. Пока бағана түстен кейін ыдыстарды жуып, осылай төңкеріп қойғанмын. Бәріңіз сөйтесіздер ма? Қазір енді бір-бір сүртіп, коробкаларына салып орналастырамын. Солай, мына жақта еще қасықтар бар. Бекош мына жақта ТЖБ-сын жазып отыр. 90-дық жиынтық бағалау. Өйткені бүгін сабаққа қатыспадық, қонақ күтеміз деп. Қазір өткізуіміз керек. Мына жерде қасықтар тұр. Қасықтарды да қазір барлығын сүртіп, сосын орындарына саламын. Мына табағымды да коробкасына салуым керекпін. Бағана шаршап кеттім де барлығын жуып құры суларын сорғытып осылай қойып қойғам. Қазір енді өзіміз кешкі шайымызды ішеміз. Біз қазір кешкі асымызды ішкелі жатырмыз. Бағана түсте қонақ шақырғанда мен столды түсіре алмадым, өйткені уақыт болмады. Үлгермедім. Негізі столым жай қарапайым ғана жасадым, өйткені түскі уақытқа, түскі асқа шақырған болатынмын. Қонақтар жаңағы үйімізді салып жатқан ағалар болатын, сол кісілердіге үйге жаңағы тамаққа шақырдық. Мынау торт типа вупипай. Вупипайдың рецептісі осы каналымда бар сәлемінде. Ссылкасын қалдырып кетемін астына нетсе. Және осындай фунчоза салат жасағанмын. Мынау қалғаны өзімізге. И мында екінші түрлі салат. Бұл салаттың да рецептісі осы каналымда бар. Тез дайындалатын салат деп тұр. Тоже ссылкасын қалдырамын. Егер керек болса, дәмді салат тез дайындалады. Және мына жақта сол бағанағы түстегі ет осы табағымен біріктіріп қоя салғанмын. Қазір жолдасым жылытпай-ақ жегенді жақсы көреді, негізі жылытпай-ақ қой дейді. Сорпасын ғана жылытамын. Осыны қазір мен алып кірдім даладан үйге. Енді өзіміз отырып шай ішейік деген әңгіме. Кешкі уақыттың шайы. Чай ішкелі жатырмыз. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет. Жаным. Мен балаларға пицца пісіріп берейін деп жатырмын. Колбаса, помидор және кетчуп и сырмен ғана. Осы пиццаның қамыры өте жұмсақ, сондай күшті болады. Жаңағы ашытуды қажет етпейді, күтпейсіздер. Ссылкасын осы видеоның астына қалдырамын. Негізі каналда бар бұл пиццаның рецептісі. Көрсеңіздер болады. Бүгін субботада балаларға пицца пісірейін деп. Мен бір қамыр ғана иледім. Үлкен қылып, обычно пицца деген дөңгелек болушы еді. Мен противеньға лайықтап, төрт бұрыштап, осылай бірағынан сала салдым бір тестан. Үлкен бір пицца болады. Осылай колбасаны өздеріңіз білесіздер ғой, қандай қылып турайсыздар. Мен осылай жұқа және дөңгелектеп қойғанды жақсы көрем. 2-3 түрі бар пиццаның рецептісінің осы каналда. Колбасамыздың барлығын тізіп шықтық. Енді помидор. Помидорларым үлкен болып кетіпті. Тез-тез дайын болсын деген түрім. Енді духовкаға саламыз. Духовкамды қыздыруға қосып қойғанмын.
Қамыры піскеннен кейін барып бетіне сырды себемін. Қамыры почти пісті, пиццаның иісі күшті болып тұр. Енді сыр себеміз бетіне. Сыр сеуіп, сыр ергенше бір 3-4 минутқа ғана салып аламыз. Пиццамыз дайын болды. Ой, сондай аппетитный үлкен пицца. Сыр сап-сары күшті ерген. Негізі тестасы күшті, қыздар. Рецептісін көріп алыңыздар.